осы елді ата-бабамыздың осындай ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен бізге мұра қылып тастап кетпес еді. Шанхайдағы жасаған ерлігін біреулеріңіз көрсеңіздер, біреулеріңіз көрмеуіңіз мүмкін. Қазір компьютерден, то есть интернет құдайға шүкір бар. Айбектің бірінші қарсыласы Шанхайға барған кезде 87 килограмм салмақтағы француздың мықты жекпе-жек өнерінің қазір өзі айтып кетеді. Бір мықты спортсмені талай үлкен жарыстарда дода шығып жүрген. Енді спортта хабары барларыңыз білесіздер, салмақ қуу деген болады. Айбектің өзінің шыққан салмағы 70 килограмм. 70 килограммға шыққан. Айбектің салмағы 74 килограмм, содан 70-ке дейін 4 килограмм қуған. Ана француз 87-тен 17 килограммға дейін қуған. Қарасаң, бұқаның қасындағы бұзауғаны сияқты Айбектің қасына тұрған кезде. Бірақ қазақтың шындығында да, қазақтың тамағы да тамақтың төресі ғой. Айбек айтады, ана Шанхайға кеткен кезде өзімен қазығардан алып кеткем дейді. Ана біздің кім деген боксеріміз бар ғой, олимпиадалық чемпионы? Ермахан. Сол олимпиадаға айтады, 20 литр ма қанша қымыз алып кеткен екен чемпион болған. Әкесі қымыз беріп еді. Сол қымыздың қуаты, соның құдіреті мені чемпион болды деп. Айбек айтады, сол қазығарданы жеумен болдым, өйткені Қытайдың шөп шаламы маған ешқандай асқазаныма да жақпады, көңілім сүйіп жей алмадым деп. Қазір сол мына қысқа ғана көрініс Айбектің французбен шыққан жекпе-жегін. Айбек француз жайлы бір-екі ауыз. Алғашқы жарысым болды, аяқ асты алтын болғанда айтты осы жарыс деп. Соперник Мишель Дубайс, Майкл Дубайс, француздық спортшы, Тайландта Тайгер Муай Тай деген мықты спорт клуб бар, сол жерде шынығатын спортшы. Оның алдын ала бұл спортшыны жақсы білетім мен, өйткені бұл Қазақстанға келіп Астанада біздің жерлесімізді ұтқан болатын. Біраз бойларын көріп кем интернет ғаламтордан. Аллахтың қалауымен осы сопернигімді жеңдім. Қазір ал енді көрсетейік. 大开大合，但是我看看打了这么着，还有，眼睛受伤了，没办法打了，还是很顽强。对，他眼睛受了重伤。对，他眼睛那边。Congratulations， 好，祝贺海边晋级最终的决赛。 Жаман французды сала. Ана француз Айбек бойына қарап, енді салмағы 15 килограмм артық қой. Мен 85 килограмм болсам, 70 килограмм мен басында бір кішкентай баланы алып келген сияқты ғой. Бірақ ұрып жығам деп сөйтіп шыққан ғой. Содан кейін рухы сынып қалды. Негізгі Айбектің салмағында ғана осылай екі Хабиб бауырымызда бір украиндық жеңді ғой деймін. Бір украиндықты жеңіп, екеуі финалға шықты. Негізгі оған ең ішіндегі мықты деген екі адаммен шығарады негізі. Екі адамды шығарады.